Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айжан. Бүгін менің каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және видеоны соңына дейін көріңіздер. Ташкентский чайдың дайындалу жолдарын айтатын боламын. Бізге ең алдымен керек заттарды айтатын болсақ, мята, науат және қара шай, апельсин, лимон және лайм керек, және көк шай керек. Ең бірінші лаймды турап аламыз, одан кейін лимонды турап аламыз, одан кейін апельсинімізді турап аламыз дайындап, одан кейін бізге керегі мятамызды дайындап аламыз, содан кейін қара шай, науат керек. Және чайнигіміздің ыдысына барлығын салып шығамыз. Мята, лимон, апельсин, лаймды және қара шайымызды қосып, көк шайымызды дайындап аламыз. Яғни ол науатпен бірге екен. Науатты бөлек те салсаңыздар болады, осындай көк шаймен де. Содан кейін барлығын дайындап болғаннан кейін қайнақ шайымызды құйып шығамыз үстінен. Көріп тұрғандағыдай осылай дайын болды бізде көк шайымыз. Ташкентский чайымыз дайын болды. Сіздерге ас болсын, дайындап көріңіздер.